COVID-19 әлем халқының санын азайту үшін жасалғаны анықталды. Ол туралы қытайлық ғалым сұхбатында айтып берген. Ғалым Чжоужан 2019 жылы басшысы оған 4 түрлі коронавирус штампын беріп, олардың қайсысы ең қауіпті әрі ең жұқпалы екенін анықтауды тапсырғанын айтқан. Ақпарат қаншалықты шын, тексеріп көрдік. Бұл жалған ақпарат. Ухань вирусология институтында Чжоужан есімді ғалымның бары рас. Дегенмен ол COVID-19 вирусына қатысты дерек айтқанына ешқандай дәлел жоқ. Әрі тараған сұхбаттың сапасы мен ашықтығы күмәнді. Ақпараттың тарауына уханьдық ғалым Чжоужанның журналист Дженнифер Цзэнге берген сұхбаты себеп болған. Алайда сұхбатта Цзэн қараңғы бөлмеде отырып бет-аузы тұмшаланған әлдекіммен сөйлеседі. Кейіннен ол Чжанның өзінен сұхбат алмағанын, сұхбат Чжоужанмен тікелей сөйлескен басқа бір адаммен болғанын жазады. Осылайша адамның аты-жөнінің белгісіздігі Цзэннің сұхбатының шынайылығы мен онда айтылған фактілерге көп сұрақ тудырады. Оған қоса осы уақытқа дейін COVID-19 вирусы қолдан жасалғанына қатысты ешбір дәлел табылмаған.